Жұқа шұлыққа мәсіх тартуға бола ма? Бүгінгі таңда кейбір жастар дәреттің 4 парызының бірі саналатын аяқты жууға жеңіл қарап, жаз болсын, қыс болсын жұқа шұлыққа мәсіх тарта салуды әдетке айналдырып, тіпті өзгелерді де осыған уағыздап жүр. Дәлел ретінде Мұғара ибн Шубадан риуаят етілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәрет алды және 2 шұлығына және аяқ киіміне наил, аяқ киімнің тәпішке секілді тобықтан төмен келетін жеңіл түрі мәсіх тартты деген хадисті келтіреді. Алайда бұл хадис көптеген хадис ғалымдары бойынша сахих емес. Абу Дауд ан-Наси секілді хадис ғалымдары бұл хадисті әлсіз деген. Әт-Тәрмизидің хадис жинағына Туффатул Ахуази атты кең түсіндірме жазған Мұхаммед Абдур-Рахман ибн Абдур-Рахим да жоғарыдағы хадисті және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шұлыққа мәсіх тартты деген басқа 3 хадистің де түгелдей әлсіз екенін білдірген. Негізінде Мұғира ибн Шуабадан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның шұлыққа емес мәсіге мәсіх тартқандығы дұрыс жолмен риуаят етілген. Имам Ан-Науаи жоғарыдағы хадис жайлы былай дейді: бұл хадис әлсіз, көптеген хафиз ғалымдар әлсіз деген. Әл-Баяхи бұл хадисті мүнкар дей отырып, Суфаян ас-Саури, Абдур-Рахман ибн Махди және Ахмад ибн Ханбал, Әли ибн әл-Мадани, Яхия ибн Мағин, Муслим ибн Хажар секілді мәшһүр хадис ғалымдарының да әлсіз деп бағалағанын жеткізді. Әт-Тәрмизи бұл хадисті хасан сахих деп бағалағанымен жоғарыда аты аталған хадис ғалымдарының деңгейі одан жоғары деп есептеледі. Тіпті ілім иелерінің келісілген пікірі бойынша бұл ғалымдардың қай-қайсысы да Әт-Тәрмизиден хадис іліміне жоғары. Екіншіден, хадисті сахих деп қабылдағанның өзінде басқа қайшы дәлелдермен үйлестіріп дұрыс түсіну үшін онда айтылған шұлықты аяқ киімсіз жүруге жарайтын шұлық деп жорамалдау қажет. Себебі хадисте жалпылайтын шұлықтың барлық түрін білдіретін сөз жоқ. Үшіншіден, Әл-Баяқи кітабында ұстаз Абул-Уалид ан-Найсабуридің былай деген жеткізді: бұл хадистегі шұлық жеке шұлық және жеке аяқ киім емес, асты термен қапталған шұлық. Яғни хадисті пайғамбарымыз 2 шұлығына және аяқ киіміне мәсіх тартты деп емес, табаны термен қапталған 2 шұлыққа мәсіх тартты деп түсінуі қажет. Әл-Баяқи Анас ибн Маликтің де хадиске байланысты осы мағынаны меңзейтін сөзін жеткізді. Тіпті имам Әт-Тәрмизидің өзі аталмыш хадистегі шұлықты жай жұқа шұлық деп емес, қалың байпақ деп түсінген. Оған дәлеліміз имам Әт-Тәрмизи жоғарыдағы хадисті келтіргеннен кейін былай дейді: Суфайин ас-Саури, ибн Мубарак, Шафиғи, Ахмад және Исхақ сияқты көптеген ғылым иелері наил, тәпішке тәрізді жеңіл түрі болмаса да қалың шұлыққа мәсіх тартуға болады. Жұқа шұлыққа мәсіх тартуға болады дейтіндердің дәлел ретінде келтіріп жүрген жоғарыдағы Мұғира ибн Шуабадан риуаят етілген хадисті түйіндер болсақ, біріншіден, хадис Муслим ибн Хажар сияқты көптеген мәшһүр хадис ғалымдарының пікірінше әлсіз. Екіншіден, хадисті дәлел ретінде қабылдағанның өзінде онда айтылған шұлық жұқа емес, қалың шұлық. Тіпті хадисті хасан сахих деп бағалаған Әт-Тәрмизидің өзі осылай түсінген. Үшіншіден, Абул-Уалид ан-Наусабури сынды кейбір ғұламалар хадисте айтылған 2 шұлығына және аяқ киіміне мәсіх тартты дегенді шұлығына жеке, аяқ киіміне жеке мәсіх тартты деп емес, табаны термен қапталған шұлыққа мәсіх тартты деп түсінген. Төртіншіден, хадисте тек шұлыққа ғана мәсіх тартты делінбеген. Шұлықпен бірге тәпішкені, аяқ киімнің тобықтан төмен жеңіл түрі де мәсіх тартты делінген. Осының өзі аталмыш хадистің тек шұлыққа мәсіх тартудың дұрыстығына дәлел бола алмайтынын білдіреді. Ендеше, Құранда аяқтарыңды жуыңдар деп әмір етілген дәреттің 4 парызының бірі саналатын аяқ жууды хадис ілімінің көптеген ғалымдар әлсіз санаған, тіпті дәлел ретінде қабылдағанның өзінде әртүрлі түсінуге әрі жорамалдауға болатын күмәнді хадиспен айырбастауға болмайды.
төрт мазхаб ғұламаларының ешқайсысы жұқашылыққа мәсіх тартуға болады деп пәтуа бермеген, яғни бұл мәселеде ғұламалар арасында ижмах бар. Төрт мазхаб ғұламалары шұлыққа мәсіх тартуға байланысты не дейді? Ханафи мазхабы бойынша. Ханафи мазхабының атақты ғалымы имам Әл-Касанидің Бәдәуис Санай атты кітабында былай делінеді. Мұхаммед ибн Абу Юсуф бойынша жүруге жарайтындай мықты, астын көрсетпейтіндей қалың және суды өткізбейтіндей тығыз, аяққа кигенде байламай-ақ өздігінен тік тұратын шұлыққа немесе үсті және табаны терімен қапталған мәсі тәріздес шұлыққа яки тек табаны терімен қапталған шұлыққа мәсіх тартуға болады. Ал Абу Ханифа бойынша тек табаны терімен қапталған немесе табаны да үсті де терімен қапталған мәсі тәріздес шұлыққа ғана мәсіх тартуға болады. Бірақ басқа бір руаятта Абу Ханифаның науқас кезінде бұл ойынан Мұхаммед пен Абу Юсуфтың көзқарасынан қайтып, қалың шұлыққа мәсіх тартқандығы айтылады. Малики мазхабы бойынша. Малики мазхабында жұқа шұлықты былай қойғанда терімен қапталған қалың шұлыққа да мәсіх тартуға болмайды. Яғни Малики мазхабында табаны терімен қапталған шұлыққа ғана мәсіх тартуға болады. Шафиғи мазхабы бойынша. Шафиғи мазхабында асты көрінбейтін қалың, су өткізбейтіндей тығыз және жүруге жарайтындай мықты болмаған. Тіпті кейбір патуалар бойынша терімен қапталмаған шұлыққа да мәсіх тартуға болмайды. Имам Ан-Науаи былай дейді: біздің мазхабымыз Шафиғи бойынша дұрысы. Егер шұлық жүруге жарайтындай мықты болса, онда оған мәсіх тартуға болады, әйтпесе жоқ. Ал аяқ киімсіз жүруге жарамайтын жұқа шұлыққа мәсіх тартуға болмайтыны даусыз. Ханбали мазхабы бойынша. Ханбали ғалымдары табаны терімен қапталмаған шұлыққа мәсіх тартуға болатындығын айтқан. Бірақ ол шұлық жұқа шұлық емес, аяқ киімсіз жүруге жарайтын қалың әрі мықты шұлық. Кейбір адамдар Ханбали ғалымдарының шұлыққа мәсіх тартуға болады деген сөзін дұрыс түсінбегендіктен жүруге жарайтын жұқа шұлыққа да мәсіх тартуды дұрыс деп санап жүр. Алайда көрнекті ғалым Абдуллах ибн Ахмад ибн Қудама Әл-Муғни атты кітабында имам Ахмадтың аяқта өздігінен мәсі тәрізді тік тұратындай қалың емес байпаққа мәсіх тартуға болмайды. Ал кейбір адамдардың шұлыққа мәсіх тартуының астарында ол шұлықтардың мәсі тәрізді аяқ киімсіз жүріп тұруға жарайтындай болуынан деп мәсіх тартуға болатын шұлықты жұқа емес қалың шұлық екенін айқындап айтқан сөзін жеткізді. Бұған қоса Ханбали мазхабының белді ғалымы Шамсуддин ибн Қудама Әш-Шархул Кабир кең түсіндірме атты кітабында егер өздігінен байлаусыз аяқта тік тұратын әрі жүруге жарайтын шұлық болса, оған мәсіх тартуға болады, ал жұқа болса болмайды деп Ханбали ғалымдарының шұлыққа мәсіх тартуға болады деген пәтуасындағы шұлықтың жұқа емес, жүруге жарамды қалың әрі мықты шұлық екенін айқындап түсіндірген. Ибн Таймияда шұлыққа мәсіх тарту мәселесінде Ханбали мазхабынан шықпаған, сондықтан ол да аяқ киімсіз жүруге жарамайтын жұқа шұлыққа мәсіх тартуды дұрыс санамаған. Ибн Таймия өзінің Мәжуатал Фатуа атты патуалар жинағында мәсіге мәсіх тартқанымыздай шұлыққа да мәсіх тартуға бола ма деген сұраққа иә, табаны терімен қапталса да, қапталмаса да, егер жүруге жарамды болса болады деп жауап берген. Ал шұлықтың жүруге жарамды болуы үшін қалың әрі мықты болуы керектігі айтпаса да түсінікті. Жоғарыда төрт мазхаб ғұламаларының пәтуаларынан байқағанымыздай, мәсіх тартуға болатын шұлық аяқ киімсіз жүруге жарайтындай мықты, су өткізбейтіндей, әрі асты көрінбейтіндей тығыз және қалың, жуылуы парыз болған, яғни аяқтың тобыққа дейінгі жерін жауып тұруы шарт. Тіпті Малики мазхабы бойынша табаны терімен қапталған болуы қажет. Мазхаб ғұламаларының мәсіх тартуға жарайтын шұлыққа болуы тиіс деп бұл шарттарды да қайдан алған деген сұраққа Әт-Тәрмизи жинағына Тухфатул Ахуази атты кең түсіндірме жазған фиқ әрі хадис саласының білгір ғалымы Мұхаммед Абдур-Рахман ибн Абдур-Рахим Әл-Мухарафури былай дейді:
Дәрет алуда негізгі нәрсе Құранға келгенде екі аяқтың жуылуы, ал Құран үкімін мәсіге мәсіх тартуға болатындығын білдіріп келген хадис сияқты барлық хадис ғалымдарының бір ауыздан сахих деп бағалаған хадистерімен ғана айырбастауға болады. Ал енді шұлыққа мәсіх тартуға болатындығын білдіретін жоғарыдағы хадистің сахихтығына, дұрыстығына байланысты бұл саланың мамандары арасында сынға толы түрлі пікір бар. Ендеше қалайша ғана аяқтарыңды жуыңдар деген Құран бұйрығын мұндай әлсіз хадиспен айырбастауға болады. Осыны меңзеген Муслим, Абу Хайыз, Хузаил шұлыққа мәсіх тартты деген жоғарыдағы хадисті риуаят еткен кісілер сияқты кісілердің риуаятын негізге алып Құранның захири үкімінен аяқты жуудан басқа үкімге шұлыққа мәсіх тартуға баруға болмайды дейді. Міне сондықтан ғұламалар мәсіх тартуға жарайтын шұлықтың мәсі орнына жүруі әрі мәсіге байланысты хадистердің аясына кіруі үшін жоғарыдағы шарттарды қосқан. Жоғарыдағы Мұхаммед Абдур-Рахман ибн Абдур-Рахим әл-Мубаррак Фуридің сөзін тарқатып түсіндірер болсақ, 4 мәзһаб ғұламалары бойынша жоғарыдағы хадис Құранның парыз еткен аяқты жуу үкімінің орны жүретіндей қуатта болмағандықтан жұқа шұлыққа мәсіх тартуға болмайтындығын бір ауыздан білдірген. Ал мәсіге мәсіх тартуды білдіріп келген хадистер өте көп, әрі бір ауыздан хадис ғалымдары бойынша сахих болғандықтан қажет кезде аяқты жуудың орнына жүре береді. Ал су өткізбейтіндей, әрі асты көрінбейтіндей қалың әрі тығыз және аяқ киімсіз жүруге жарайтындай мықты шұлыққа мәсіх тартуға рұқсат берулерінің астарында мұндай сипаттағы шұлықтың мәсіге ұқсатылуында, қияс қиылуында, яғни шұлықтың мәсі орнына жүруі үшін шұлықта мәсідегі суды өткізбей әрі жүруге жарамдылығы секілді ерекшеліктері болуға тиіс. Міне сондықтан ғұламалар мәсіх тартылатын шұлыққа жоғарыдағы шарттардың болуын талап еткен. Бір ескертетін жайт. 9-ға жуық сахабаның шұлыққа мәсіх тартатындықтарына байланысты келген риуаяттарды жұқа шұлыққа мәсіх тартуға дәлел ретінде келтіруге болмайды. Себебі сахабалар жұқа шұлыққа емес, аяқтарын жылы ұстау мақсатында киген қалың шұлықтарына мәсіх тартқан. Әбу Масғуд Әл-Ансаридің радиаллаху анханың қылдан тоқылған қалың шұлығына мәсіх тартқандығы сахих жолмен риуаят етілген. Ендеше қазіргі жұқа шұлықтар тіпті қолдан тоқылған кейбір байпақтар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның замандағыдай шұлыққа ұқсамағандықтан оған мәсіх тартуға болмайды. Мәсіх тартуға жарайтын шұлықта болуы тиіс шарттар Ахлус сунна уәл жамаа ғалымдарының ижмағына бір ауыздан келіскен шарттарына жатады. Сондықтан бұл шарттары жоқ шұлыққа мәсіх тартқан кісінің дәреті толық болмағандықтан намазы да жүмһур, яғни көпшілік ғұламалар бойынша дұрыс емес. Сөз түйіні, жеңілдікті желеу етіп, дәреттің 4 парызының бірі саналатын аяқ жууды жұқа шұлыққа мәсіх тарта салумен айырбастауға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі нәрсенің біреуін таңдар болса, сөзсіз күнә болмаған жағдайда жеңілін таңдайтын еді. Ал егер күнә болса, адамдардың арасындағы одан ең аулағы болатын деген хадисте де көрсетілгендей жеңілді таңдау үшін ол нәрсенің ең алдымен күнә болмауы шарт. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында қазіргідей жылуынан гөрі сәні үшін киілетін жұқа шұлықтардың болмағанын ескерер болсақ, аталмыш шұлығына мәсіх тартты деген хадисті жеңілдікке айғақ ретінде келтіре алмайтынымыз ақиқат. Ал ауа райының суықтығына яки басқа да түрлі жағдайларға байланысты аяқ жууға қиналған жандар теріден тігілген шұлық тәрізді жұқа мәсіні қолдануларына әбден болады. Сондай-ақ ғибадаттарының қиындығына қарай сауабының да болатын ескерер болсақ, дәрет алуға байланысты кейбір қиыншылықтарды мол сауаптың қазынасы деп түсінгеніміз жөн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына: "Сендерге Алла тағаланың қателіктеріңді кешіріп, дәрежелеріңді көтеретін істі көрсетейін бе?" деді. Сахабалар: "Әрине, уа Алланың елшісі" деді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қиыншылықтарға қарамастан дәреті толық дұрыстап алу деп, дәрет алу кезінде кездесер кейбір қиыншылықтардың күнәларымыздың кешіріліп, дәрежелеріміздің көтерілуіне себеп екенін білдірген. Құрметті
Ізгі оқырман, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның саған күмәнді боп келген нәрселері таста да күмәнсізді ұстан, немесе харам нәрсе де адал нәрсе де анық, бірақ екеуінің ортасында адамдардың көбі біле бермейтін күмәнді нәрселер бар. Кім күмәнді нәрселерден сақтанса, дінін де ар ұят абыройын да сақтаған болады. Ал кім күмәнді нәрселерге түсер болса, харамға түскені. Делінген хадистерінде ескертілгендей күмәнді нәрселерден сақ болғанымыз жөн. Ендеше, намазымыздың кілті саналған дәреттің 4 парызымен тікелей қатысы бар күніміздегі кейбір күдікті сәз пәтуаларды тастап, күдіксіздігін таңдау парасатты әрі ықтиятты мұсылманның ісі болса керек. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дерек көздер Қайрат Жолдыбайұлының «Дін мен діл. Күрделі діни сауалдарға жауаптар» атты кітабының 1-ші томынан алынды. Ақпараттар сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Ендеше тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.